Assalamualaikum достар, сіздермен бірге мен Мистер Казак. Бүгінгі видеода біздер секретный әдемі шкаф салатын боламыз. Ол үшін бізге люк, қара дубодағы керек, және де головой ящик керек, шалкердің манекен керек, стойка для тестов деген, поршень керек, красный блок керек, камня деген, сосын стена из булыжника деген керек. Ойнау керек жоқ. Біз, короче, бірінші шалкерлерді қоямыз. Оның артына стенка жасау керек бірінші. Стенка белый болсын да. Короче, осындай стенка. Сосын бізге жығыл отырып сосын қою керек. Сосын мынаны қоясыз. Поршенді бұлай манекенге қаратып қоясыз. Сосын ортасына тұрып қалғанын өзіңіз білесіз. Шет жағына қою керек оны. Осылай жасайсыз. Сосын оның төбесіне шалкер қоясыз, және де люктарды қоясыз. Міне біздер принцип тастайын. Мына жерге өзіңіздің киімдеріңізді іле бересіздер. Алмазный ма, зеркальный ма, золотой ма. Короче, сондай. Екінші шкаф. Бұл одан жасалу оңайырақ. Ол үшін бізге почка керек, почка керек. Сосын блоктардан мынандай есік керек, және де сондай люк керек. Бұның шет жағын жабу керек. Обязательно. Екінші шкафта дайын болсын. Мына жеріне заттар сала аласыздар. Үшінші шкаф. Шкафқа осындай заттар керек. Мен тауып келдім жаңа.
жасау керек. Және де тикация деген зат керек. Не осылай жасау керек. Бөчкадан бүйтіп осындай сөрелер жасайсыз. Сосын книга керек. Шкаф, книга, шкаф. Осылай шығады. Үшінші сіңімесе кіретін үшінші шкаф. Дәл осылай болады. Осымен біздің секретный 3 шкафымызды жасап болдық. Егер де сіздерге де керек болса жасап алуларыңызға болады. Өте оңай жолмен жасайсыздар. Жаңағы көрсеткен бойынша келесі бөлімде өте оңай әдемі кроваттар жасайтын боламыз. Құпия және де ал ендеше сау болыңыздар достар.